Сәлем достар, сіздермен бірге мен Бауыржан және математика каналы. Мынандай есепті шығарайық. Авысы үшбұрышында С бұрышы 90 градусқа тең. М нүктесі арқылы үшбұрыш жазықтығына МС перпендикуляры жүргізілген. Егер АВ тең 24 см, МС тең 9 см болса, М нүктесінен АВ кесіндісінің ортасына дейінгі қашықтықты табыңыз. Ол үшін ең алдымен суретін салайық. Мына бізде АБС үшбұрышы болсын. С бұрышы тік. С бұрышына бізде М перпендикуляры түсірілген. МС перпендикуляры түсірілген. АВ кесіндісінің ортасына дейінгі М нүктесінен АВ кесіндісінің ортасына дейінгі қашықтықты табыңыз. Яғни осы жерді табу керек. МО тең сұрақ. Ол үшін бізге СО қажет. МС бізде АВС үшбұрышының жазықтығына перпендикуляр түскен. Яғни МСО бізде тік бұрышты үшбұрыш. Осы үшбұрыштан МО-ны табу үшін бізге берілгендер. МС бізде 9-ға тең, АВ бізде 24-ке тең. Табу керек МО-ны. Ол үшін не істейміз? Есептің берілгені бойынша бізде АВ кесіндісінің ортасына түсірілген дейді. Яғни, егер де С төбесінен АВ кесіндісінің ортасына мынандай кесінді жүргізетін болсақ, бұл бізде МС болады. Яғни, гипотенузаға түскен медиана болады. Ал үшбұрыштың гипотенузасына түскен медиана гипотенузаның жартысына тең. Яғни 24 бөлінген 2 12-ке тең. Бізге қазір МО-ны табу керек. Пифагор теоремасын пайдалануға болады. Бірақ та ең оңай жолы Пифагор үшбұрышын еске түсірейік. 3, 4, 5. Қарайтын болсақ бізде 3 деген катет мына жерде 9-ға тең. Яғни 3 есе көп. 3 көбейтілген 3. 4 деген катет мына жерде бізде 12-ке тең. Яғни 4 көбейтілген 3. Сәйкесінше 5 деген гипотенуза бізде 3-ке көбейткенде 15-ке тең болу керек. Яғни МО бізде 15-ке тең.